Қазақтың ежелгі ырымында жүкті әйелдерге жүкті болған күннен бастап қоянның етін жегізбеген. Байырғы ырымда қоян етін жеген әйелдің баласы ерні жырық болып қалады деп есептеген. Соған сенген. Түйенің де етін жегізбеген, түйенің етін жесе, баланы 12 ай көтереді деп санаған. Қасқыр тапқан малдың немесе басқа да ақсақ-тоқсақ малдардың да етін жегізбеген. Кейін туған баласы сондай кем туады деп есептеген. Бұл қазақтың бұрыннан келе жатқан ырымы. Мұның барлығы аяғы ауыр әйелдің және оның баласының амандығын тілеп, қатерден сақтап қалу мақсатында жасалған. Осылайша сол кезде бұл ырымға айналып кеткен. Ал қазір оған ешкім аса сене бермейді. Жүктілік кезінде сәбидің осы дертке ұшырағаны анықталып жатса, міндетті түрде бала дүниеге келген соң генетик маманнан кеңес алу керек. Қоян жырықты тек хирургиялық жолмен емдеуге болады. Хилопластика, ринохилопластика немесе ринохилогнатопластика. Дегенмен кейбір пластикалық оталарды мүлде жасауға болмайды, себебі олар бет пішінін өзгертіп қана қоймай, дертті одан да қатты асқындырып, организмнің басқа да қызметтерінің жұмысын бұзады. Дәрігердің айтуынша, мұндай іштей туа біткен ақауларды бала дүниеге келмей тұрып, ультрадыбыстық зерттеудің көмегімен алдын алуға болады екен. Қоянның етін жеудің зияны жоқ екендігін дәрігерлер де дінімізде нақтылап отыр. Ең бастысы құрамы таза ет болса болғаны.